Қызым биыл жазда осы ойнап жүріп осы жерде қол сындырып алды. Шымкенттегі Қазығұрт шағын ауданының тұрғыны Шырынкүл Наурызбаеваның 7 немересі бар. Айтуынша 20 жылдан бері бұл маңда балалар алаңқайы болмаған. Мына футбол алаңы мен ойын құралдарын тұрғындар өзі жасаған. Мына жерде жарақат өте көп, ешқандай жағдай жоқ. Мына жер площадканы иногда жинамай да кетеді. Балдар өте көп балалы семьялар көп. Мына жолда қырдап, сөйтіп жаңа асфальт төсегенде, ана ескі жолдар осыға әкеп тастады. Жанар Қынашева да балаға қауіпсіз ойын алаңқайы болған қалайды. Себебі қызы осы жерде ойнап жүріп қолын сындырып алған. Мынандар темірдер қойған, біреудің ескісін әкеп. Пластмасс нормальный адам балдарға безопасный қойып берсін. Қойса қойсын, қоймаса ақ тастасын вообще. Мына тесіктердің бәрін қоралап, әдемілеп істеп берсе деп ойлаймын. Бала бәрібір шығып кетеді былай қарай. Ал Тұран ауданы әкімдігінің қызметкерлері бұл аумақтан кернеуі жоғары ток желісі өткенін, мұнда құрылыс салуға болмайтынын айтты. Бос жер жоқ. Бірақ соған қарамай, Қазығұрт ауданының ішінде 4 жерді өз меншігімізге изъятиеге алып жатырмыз. Қазіргі таңда оценкасы жүргізіліп жатыр. Қалай бізге Тұран ауданы әкімінің аппаратының меншігіне өтеді сол жер, сметалық құжаттамасын әзірленіп, бюджеттен қаржы бөлуге ұсынатын боламыз. Тұрғындары бұл мәселені қала әкімі Қабит Сыздықбековке де жеткізген. Бірақ қауіпсіз ойын алаңқайын балалар тағы қанша күтетіні әзірге белгісіз.